Бақа мен кірпі ертегісі. Көлшік маңындағы көгалда бақа мен кірпі бір-бірінің түрін көріп қайран қалысыпты. Көзі бадырайып, жүрегі лүпілдеген бақа, «Тұла бойың түгел тікенек, не деген тұрпайсың?» депті кірпіге. Бақаға батпай бұйығып тұрған кірпі: «Өзгелердің көзінше тұла бойын тыртиып, сенің түріңде келісіп тұр екен. Түріңді көргенде денемнің түршіккенін-ай», деп тікенектерін тікірейтіп, тұмсығын тыжырайтып күліп жіберіпті. Екі аяғымен жер тіреп, еңсесін көтеріп, көлбақа іштей сескенсе де есесін жібергісі келмей: «Осы көк майсаға бір аунамай, өмір бойы тікенек арқалаған тіршілігін құрсын», депті көмейі бүлкілдеп. «Бұт-борбайыңды шөпке жырғызып, жалаңаш жүрген сенің тіршілігін құрсын», депті кірпі, тікенек арқасын шегірге үйкеп қойып. Бақа сол тікенек өзіне қадалғандай қаймығып, былай деп бақылдай жөнеліпті: «Жан сая деп білгенім, жалғыз ғана көл менің. Жап-жалаңаш жүргенім, жай мәнісі сол менің. Жалынайын мен кімге? Жан қысылса әрдайым, суға дереу сүңгуге жалаңашпын дап-дайын». Бақа жайын түсінген кірпі де қыртысы жазылып тіл қатыпты: «Бар шыныңды бүкпеген, біреу көрсе бүктелем. Өлі тірім сезілмей, домаланған тікенге. Көзі барлар жолайма, көне қоймас икемге. Мен бір жатқан шоғайна, жыланды да жабысып, жылжытпаудың еп осы. Қамшыласа алысып, қан болады денесі». Кірпі соны айтып, жылан ұстағандай жиырыла қойыпты. Бақа шоп етіп суға сүңгіп кетіпті.